Қандай жағдайға болмасын, қандай жерде болмасын, не болмасын, ешқашан не айтпау керек? Өтірік сөйлемеу керек. Өткен ғұламалар айтады, бір өтірік айтса, онда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадисінде мынандай айтқан сөзі бар. Сол өтіріктің атын жабамын деп екінші өтірік айтасыңдар дейді. Ол екінші өтірігін ашылайын деп жатқан кезде оны жабамын деп үшінші өтірік айтасыңдар. Осылай кете береді деген. Сөйтіп жүріп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол адам әдетке айналады өтірік айту. Басында кішкене ойлануы мүмкін, ұялуы мүмкін, өтірік айтып қойдым ғой, маған ұят болды ғой деп ойланады басында дейді. Бірақ кейін ол әдетіне айналып кетеді, кейін ешқандай ұялмастан, беті қызармастан, көзіне көзін қарап тұрып айта беретін болады. Солай өмір жалғаса береді дейді Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хадисте. Сөйтіп Алланың алдында өтірікшілерден деген тізімге ілініп келеді дейді. Алла сақтасын. Рас сөйлеп жүріңіздер дейді. Рас сөйлеген адамға Алла Тағала нәсіп етіп, өмір бойы сонда рас сөйлеуге әдеттене болады адам дейді. Не айтады? Шын нәрсені айтады. Рас нәрсені айтып, алмайды, қоспайды. Сөйтіп Алланың алдында ол адам не болады дейді? Шыншылдардан деген тізімге жазылады дейді. Алла Тағала бәрімізді сол шыншылдардан болып нәсіп етсін иншалла.